Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен панна котта десертін жасау рецептімен бөлісемін. 20 грамм желатиннің үстіне 1 стакан қайнатылған салқын суды қосып 20 минутқа қалдырамыз. Он грамм агар-агарға 1 стакан жылы су құйып, бұны да 20 минутқа қалдырамыз. Орнына желатин қолдануға да болады. Ыдысымыздың түбіне таңқурай вареньесін саламыз. Енді желатинді жылытамыз. Қайнап кетпеуі керек. Желатин ерігенше жақсылап араластырамыз. Енді желатинді құямыз үстінен. Жиырма 5 минут тоңазытқышта қалдырамыз. Десерттің екінші қабатын жасаймыз. 250 мл сүтті, 5 ас қасық қантты және 20 грамм ванильді қантты қосып араластырамыз. Қант ерігеннен кейін үстіне агар-агарды құямыз. Қайнап кетпеуі керек. Шамамен 5-6 минут от тастаймыз. Қоспамызды теңдей етіп екіге бөлеміз. Жартысына 3 қасық какао қосып араластырамыз. Екінші қабатын құямыз. Тоңазытқышқа 15 минутқа қалдырамыз. Үшінші қабатты құямыз. Бұны да 15 минут тоңазытқышта қалдырамыз. Десертіміз дайын. Өз қалауымызға сәйкес безендіріп, дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.